Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын чак-чак жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық жұмыртқамызды ыдысымызға осылай жарып салып аламыз. Және оларды венчикпен араластырамыз. Жұмыртқаңыз бір текті масса болғанға дейін және көпіршігенге дейін араластырып, үстіне пищевая содамызды және шым-шым тұзымызды салып, 3 қоспаны бірге араластырамыз әдемілеп. Бұл чак-чак өте тез дайындалады. Сосын 4-ақ қоспадан тұрады. Пістелуі жылдам. Мына одан соң осылай ұнын салып, жартысын салып, венчикпен араластырсаңыздар болады, немесе барлығын бірден салып, қолмен сразу елесеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай қимылдаңыздар. Ондан кейін мен жартысын салып, венчикпен араластырдым, сосын қалған жартысын салып, қолмен елеп шықтым. Осылай әдемілеп елейміз қолымызбен. Барлық ұнымыз араласқанға дейін елеп шығамыз. Одан соң дайын болған қамырымызды үстін пищевая пленкамен жауып қойып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін алып, қамырымызды екіге бөліп, 2 күлше дайындаймыз. 2 күлшенің екеуін бөлек-бөлек жаямыз. Міне бірнеуін жаямыз қазір. Екіншісінде дәл солай жаясыздар. Мен сіздерге видеода тек біреуін көрсетемін. Осылай әдемілеп қалыңдығы 4-5 мм болғанға дейін жаясыздар. Қатты жұқартып жібермеңіздер. Міне осындай көлемге дейін жайып шығасыздар. Сіздерде өте бірнандай табағаш жететіндей чак-чак шығады бұл тестіден. Осылай оқтаумен кестім мен, және осы кесілген оқтаудан тағы да 2-ге бөлдім. Кәдімгі кеспенің қамырын кескендей қылып кесіп шығасыздар. Бірақ кеспені жұқа қыласыздар ғой, мұнда чак-чактікін жұқа қылудың қажеті жоқ. Кішкене қалыңдау қылыңыздар, сол кезде әдемі болып шығады. Қазір видеода қалыңдығын көрсетемін міне. Осылай тегістеп алыңыз өзіңізге ыңғайлап. Бір уровеньге келтіріп, содан соң әдемілеп, міне көріп тұрсыздар, 2-3 мм болатындай қылып қалыңдықта турап шығасыздар. Барлығын осылай турап болғаннан кейін арасын ашуды ұмытпаңыздар, бір-біріне жабысып қалады әйтпесем қамырлар. Одан соң майымызды дайындаймыз. Майды осылай биіктеу қылып құйып, толық қызғанға дейін ұстайсыздар. Толық қызғанда барып саласыздар қамырларыңызды. Және міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. 1-2 минутта уже пісіп шығады чак-чактарыңыздың қамыры. Осылай араластырып тұрамыз. Және аламыз. Қатты қуырып жіберіп алмаңыздар, себебі майдан шыққаннан кейін де әлі түсін өзгертеді қамыр, сондықтан сәл қызарды ма бірден ала беріңіздер майдан. Мұны осылай сүзгімен алып аласыздар барлық чак-чактарыңызды. Сөйтіп барлық кескен қамырларыңызды аналогично бірдей осылай қуырып шығамыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі бір жағы ақ, асты қара болып бір жағы піспей, бір жағы пісіп қалуы мүмкін. Осылай барлық қамырымызды қуырып алғаннан кейін суытып қоямыз және сироп дайындаймыз. Енді суды, қантты және медымызды, балды салып, үлкен отта қойып араластырасыздар. Бал мен қант толық ерігенге дейін араластырамыз. Міне осылай қайнап араласқан кезде біздің сиропымыз дайын. Оттан аласыздар. Бұл ыстық сиропты ыстық күйінде міне мейіз саламыз. Егер мейіз ұнамайтын болса, салмай-ақ қойыңыздар. Міне осылай ыстық күйінде құясыздар, міндетті түрде. Сөйтіп араластырасыздар. Сонда сіздерде тестоларыңызға сироптарыңыз өте әдемі болып сіңеді. Мейізді қалауларыңызша қосасыздар. Міне осылай толық сироп араласқанға дейін араластырып шығыңыздар. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Осылай араластырып болғаннан кейін
мен табаның астына осылай пергамент қағазын төсеп жайып шықтым, чтоб табаға жабысып қалмас үшін. Міне осылай толық салып болғаннан кейін үстіне пищевая пленка салып бетін басамыз. Мен осындай әдемілеп. Қазір екінші әдісін көрсетемін. Егер сізде табаңыз болмаса, подходящий, осылай полиэтилен пакетке саласыз, жартысына дейін толтырып, жартысына толтырғаннан кейін міне бір бетінен ұстап тұрып, екінші қолыңызбен басып шығасыз. Видеодағыдай қалай көрсеттім солай. Бұл тактикамен қолдансаңыздар да болады. Өте әдемі форма болып шығады чак-чагыңызда. Міне осыдан кейін чак-чактарыңызды 2-3 сағатқа мұздатқышқа салып қоясыздар. Міне бізде дайын болған чак-чагымыз табадан қағаздан тез алынады. Не кесіп дастархандарыңызға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді, түрі де әдемі чак-чак болып шықты. Видео соңына дейін қараған болсаңыздар рахмет сіздерге. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Ас болсын.